экономикалық негіздемесі үшін кәсіпкерліктің басты құжаттарының бірі ол бизнес жоспары. Бизнеске қатысты ол бизнес жоспары болып саналады. Екінші сұрақ: республикалық маңызы бар қалалардағы мүлікті ішкі бағалау кезінде қаржы институты қандай өтімділік коэффициентін белгілейді? 0,9-ға дейін. Сатушы мен сатып алушы арасындағы байланыс құралы, оны пайдалану барысында оларға назар аудару мақсатында сатылатын тауарлар, қызметтер. Бұл жарнама, яғни сатушы мен сатып алушының арасында болатын байланыс құралы болып табылады. Жарнама деп белгілейміз. Байланыс құралы әңгіме мен оқиға арқылы ақпарат жеткізу мүмкіндік беретін маркетинг әдіс. Негізі сторителлинг сияқты да, бірақ жарнама да болуы мүмкін. Осы жағын ойланып жатырмын, қайсы болады екен деп.